Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біздің үйсіз жүрген барша мұсылман бауырларымызға Алла тағалам үйлі болуды нәсіп етсін. Үйлі болу үшін оқылатын осы дұғаны күніне 100 реттен жоғары оқуыңызға болады. Және де дұғаның арнайы шарттарын сақтай отырып Алладан тілеңіз. Әрқашанда сіздердің дұғаларыңыз қабыл болады, тек соған сену керек. Дұғаны арабша немесе қазақша мағынасында оқуыңызға болады, ол өзіңізге байланысты. Қабыл болсын. Я Раббым, мені құтты, берекелі қонысқа қондыра көр. Қонысқа қондырушылардың ең қайырлысы бір өзіңсің.